Бекзат, кішті ұйықтадыңыз ба, ұйқыңыз қанды ба? Иә, кеше Ханзада біткеннен кейін демалдық. Рухани демалыс болды. Қолдаушыларыңыз бар екенін сезіндіңіз ба? Әрине, кеше қолдаушылар мені кеше таңғалдырды. Өйткені мен барлық турнирлік таблицада Тим Айбек Саттарбектен кейінгі орында тұрмын. Ол деген мен үшін өте үздік көрсеткіш деп айтайын. Айгүл, сіз өзіңіздің жігіт достарыңыз негізі өмірде бар ма? Бар негізінде. Бірақ тығыз араласып, күні кездесіп деген сияқты ондай емес. Анда-санда бір орта круг бар. Круг общение дейді. Иә. Өзіңіздің қыз достарыңыз бар ғой енді араласатын қазіргі уақытта. Солардың бірін ала алатын беріңіз. Әйелдікке үйлене алатын беріңіз. Солардың бірін дейсіз ба? Иә. Мүмкін. Ондай адамдар бар, атақ былай бірге бір ғана араласатын достарым жоқ. Сол жігіт достарыңыздың біріне тұрмысқа шыға алатын беріңіз. Досымен дос болып араласа алмайды. Досыммен даже өзім мысалы сөйлесіп общение жасап доспен бастайсың ғой, ол саған сезім білдірген кезде сразу мен тұрғандай болады. Неге істеді осы деген сияқты ше. Садәулетпен сіз сразу дос. Сіз кімді ойладыңыз? Жоқ, кім бар екен деп тұрмын ғой. Есі дұрыс. Бәрі өзім сияқты жындар ғой, өзім сияқты бәрі. Неге жынды мен жынды бір болмаса? Бола алмайды ғой. Жынды мен жынды бола алмайды. Бола алмайды. Былай плюс-минус болып тұру керек қой. Солай, главный бастысы алу мүмкін не? Дос болмай араласқан жоқсыз ғой, дос болып араластыңыз. Жоқ енді ол. Мен онымен прям андай дос болдым. Ол енді Садәулет қой десеңізші. Сіз ашып өзімді. Жалпы Нұрболат жобадан кетіп жатыр. Қаншалық дұрыс деп ойлайсың? Қаншалық дұрыс деген кезде кеткен қаламайын, бірақ та таныстық тоқтатып кеткен дұрыс, өйткені екеуінде болашақ жоқ екенін бәрі көріп отыр. Кеткенін қаламайын деп жасын, өз орнын беруге дайынсың ба жалпы? Өз бақытын таппаймын, наверное. Жобада кім мұқтаж емес деп мен ойлайсың? айттым ғой, мен ондайға эгоистпін мен. Ау? Жалпы жобада кім мұқтаж емес деп ойлайсың? Жобада ма? Жобадан бәрі мұқтаж шығар. Мынау деп көрсетіп кететін ешкім жоқ. Бәрі